Қампайып сырттай жүргенмен, жабықтым іштей езіліп, балаша мәз боп күлгенмен, қайғыны жүрмін сезініп. Әкесіз күндер зулауда, бұл күндер маған тамықтай, көңілдің гүлі қурауда, жүремін қалай қамықпай. Сағыныш серік жаныма, көңілге медеу жырларым, бастағы бақты тағы да, уақыт-ау қалай ұрладың. Өткінші екен бақырыс, көшті ғой бастан тұрмай көп, өзекті өртер сағыныш, жазылмай қалған жырдай боп. Фәниде Алла пендені сынайды екен мұң артып, әкенің таудай мендегі бейнесі қалды мұнартып. Үмітсіз, ойсыз жүредім, иманға енді бағындым, сыздайды құрғыр жүрегім, әкешім, сені сағындым. Өмір адамға бір-ақ рет берілетін өмір бұл. Біреуге ерте, біреуге кеш демекші, Алланың әркімге өлшеп берген ғұмыры бар. Сыздық қажы әулетінен тараған ұрпақ бүгін Құран бағыштап, әкелерін, әпке, бауыр ағаларын еске алады. Егер сіздің артыңызда дұға бағыштар, ескалар жалғасыңыз болса, онда бұл жалғанның зая кетпегені. Сондықтан қазір айтылатын әңгімеміз осы әулеттің марқұм болған ардақты жандары туралы болмақ. Сыздық қажы баласы Әсеттен Пану, Келдібек, Жәнібек есімді жандар дүниеге келген. Отбасының үлкені Әсет қызы Пану 1928 жылы туған. Ұлы Отан соғысы жылдары кімге зардабын тигізбеді. Сұм соғыс жылдары ФЗО-да ауыр еңбекте жүрген кезінде денсаулығына ақау келеді. Одан кейін тігіншілік мамандығын меңгеріп, шебер ісмер болады. Басшылардың өзі сыртқы киімдерін Пану апамызға тіктіріп киеді екен. Бұл жан өмірінің соңына дейін бауыры Жәнібек Әсетұлының қолында болып, 2017 жылы бұл дүниеден озады. Отбасының екінші баласы Әсетұлы Келдібек 1930 жылы дүние есігін ашқан. Ол өзінің қызметтік жолын дәрігер мамандығымен байланыстырған екен. Ғұмырын адамдарды емдеу жолына арнап, елдің алғысына бөлене білді. Жұбайы Мырзабала Қуатбек қызы екеуі 8 баланың ата-анасы болды. Мырзабала Қуатбек қызы сатушы болып қызмет атқарған. Әулеттің кішісі болса да қамқоршысы, панасы бола білген Әсетұлы Жәнібек 1937 жылы Қарқаралы өңірінде өмірге келді. Туғанына 40 күн болғанда анасынан айырылады. Әкесі Әсет мықты ұстаз болған. Адал еңбегі үшін Ленин орденімен марапатталған екен. Жәнібек Әсетұлы орта мектепті аяқтаған соң сырттай оқуға түсіп, еңбек жолына ерте араласады. Есепші, дүкендер тексерушісі, аға ревизор сияқты қызметтерді абыроймен атқарып, 1962 жылы Қарқаралы аудандық тұтынушы одағының аға ревизоры болып тағайындалады. Қызметі жоғарылай отырып, Рабкоптың төрағасы, сауда және тұрмыс комбинаты нұсқаушысы, 1966 жылы Қарқаралы ауданында Корпо төрағасының орынбасары болып жұмыс істеді. 1969 жылы қала саудасының бастығы болады. Тауартанушы, әмбебап дүкен директоры қызметкерінде мінсіз атқарып, мықты маман ретінде таныла білді. 1993 жылы Жамбыл совхозының РТП директоры болып жүргенде зейнеттік демалысқа шығады. Бұл әулеттің ерекшелігі бір ата-анадан туған үшеудің бір жерде тату тәтті ұжымдаса бірлікте өмір сүруі.
Бір аулада тұрған екі азаматтың дастарханы да, қуаныш қайғысы да ортақ болды. Балалары тай құлындай бірге ер жетіп, туыстық сезімге, бауырластыққа қанып өсті. Аға мен іні әпке болып әулеттің шаңырағын биік ұстап, ұрпақтарына тәлімді тәрбие бере білді. Десек те өмірдің күнгейі мен көлеңкесі аралас қой. Екі отбасынан да жастай өмірден озған балалар болды. Келдібекұлы Асхатбек әскерде теңізші қатарында болады және Владивостокта сол теңіз флотында қызметке қалады. Содан елге қайтып келе жатқанда ақшасына қызыққан қаныпезер бұзақылар қапыда өлтіріп кетеді. Жәнібекұлы Талғатбек небәрі 25 жасында бұл жалғанмен қоштасқан екен. Жәнібекұлы Қайратбек 1973 жылы дүниеге келген. Егер тірі болса, биыл 50 жасқа толуын тойлап жатар еді. Амал қанша? Небәрі 31 жасында қапыда қаза болды. Артынан 3 баласы, жары қалды. Орнында бар оңалар деген, қазір Қайратбек ұрпағы өсіп өніп, әкенің атын өшірмей отырған жайы бар. Бүгінгі әңгімеге негізгі арқау болып отырған Әсетұлы Жәнібек 2013 жылы бұл жалғанмен қош айтысады. Ол асыл азамат, майталман еңбеккер, білікті басшы, ардақты әке, асыл ата, қадірлі жар бола білді. Артында қалған балалары мен бүгінде 85-ке келген жары, немере жиендері оны сағымдай сағынышпен еске алады. Иә, Алланың сынағына, өмірдің бұралаң жолына төтеп берген бұл әулеттің керегесі кең болсын, саналы ұрпағы көп болсын дейміз. 5 күндік өмір жалғанды мәнді өткізген арда азамат Әсетұлы Жәнібектің және бүгінгі айтылған оның барлық марқұм болған туыстарының жаны жәннаттан орын алсын. Алланың мейірім шапағатына бөленсін. Дұға бағыштаған балаларының санасынан әкенің парасат пайымы, әкелік махаббаты, жақсы үлгі істері, таудай тұлғасы ешқашан өшпесін.